Қайырлы күн достар, Рамазан айы мұбарак болсын. Рамазан айында жақындарыңызды сыйлық жасап қуантыңыздар. Сіздермен осындай керемет шоколадты құрманың рецептісімен бөлісемін. Егер қызық болса, видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Ал ендеше бісміллә деп бастайық. Құрмамыздың ішінен көлемі үлкен әдемілерін таңдап, ыдысымызға салып, жақсылап жуамыз. Жуған соң құрғақ сүлгіге кептіріп аламыз. Ендеше осылай пышақтың көмегімен шетінен ақырындап кесіп, ортасындағы дәнегін алып тастаймыз. Барлығын солай алып тазартып аламыз. Содан соң ортасына жаңғақ салып шығатын боламыз. Шоколадымызды ерітіп дайындап қойдық. Шоколад қою болмас үшін жақсылап араластырып еріген соң шамамен 1 қасық қайнап тұрған су құйсаңыздар, сонда шоколад сұйықтау болып шығады. Ал ендігі кезегіміз құрманың ішіне кез келген өзіңіздің қалауыңыз бойынша жаңғақтарды салып, немесе жаңғақ жоқ болса, міндетті емес, жаңғақсыз-ақ тек шоколадпен жасауға болады. Барлығын осылай салып шығамыз. Содан соң еріп тұрған шоколадымызға жылы күйінде тез-тез осылай батырып, пергамент қағазына немесе тарелкеге орналастырып, тоңазытқышқа жарты сағатқа қатырып аламыз. Барлық құрмаларымызды шоколадқа шомылдырып алдық. Ендеше әсемдейміз. Үстіне кез келген өзіңіздің қалауыңыз бойынша кокосовая стружка, немесе осындай шоколадтар, какао, немесе сахарная пудра қалауыңыз бойынша осылай әсемдесеңіздер болады. Сгущенкамен жасасаңыздар да болады. Өзіңіздің еркіңіз ол. Осындай кунжут шашсаңыздар да болады. Өте әдемі көрінеді. Содан соң тоңазытқышқа жарты сағатқа жібереміз. Мінекей достар, біздің құрмаларымыз дайын болды. Өте әдемі, ерекше сыйлықтардың бірі деп ойлаймын. Әрбір жанға сыйласаңыздар қуанып қалады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер сіздерге де ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, поделиться батырмасын басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Жақындарымызды қуантып жүрейік. Назар аударып қарағандарыңызға рахмет. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Сіздермен болған Ақбаян.